Ибаділдаұлы. Мінәжат Ибаділдаұлы 1938 жылдың 1 қыркүйегінде Ұлытау ауданы Аралтөбе бірлестігінің 2-ші ауылында Қабанбай деген жерде дүниеге келген. Әкесі Ибаділда 1940 жылдың аяғында әскерге шақырылып, Сталинград майданындағы шайқаста денсаулығына зақым келіп елге оралды. Ол кісі сонда да мұқалмай, колхоздың қайнаған еңбегіне араласып, жұбайы Назым апа екеуі егінді де екті, шөпті де шапты, малды да бақты. Ауыртпалық кезінде қиыншылыққа қарамастан Ибаділда әкеміз бен Назым анамыз 8 баланы дүниеге әкеліп тәрбиелеп өсірді. Мінәжат Ибаділдаұлы 1946-47 жылдары ауылдың Күйгенбас аталатын жерінде бастауыш сыныбына барған. 4 сыныптан кейін Жезқазған руднигінде оқыған. Содан кейін қазіргі Жезқазған қаласындағы номер 26 мектебінде 7 сыныптан бастап оқып, 1956 жылы осы орта мектепті бітірген. Осы жылы Қарағанды қаласындағы педагогикалық институтының қазақ тілі мен әдебиет факультетіне түсіп, оны 1960 жылы тамамдап ауылға оралған. Сол жылдан бастап номер 8-ші Жетіқоңыр орта мектебінде орыс тілі мен әдебиет пәнінен сабақ берген. Мінәжат Ибаділдаұлының берген білімі мен өнегесі, ақыл парасаты әрбір оқушы үшін асыл қазына. Санамызға ақылдың дәнін сеуіп